шынымен де көбісі уайымдап кетті, не болып жатыр, қаяқта жүрсің деген сияқты. Мен полный анализ тапсырдым и ертең операция жасайын деп жатырмын. Сағат 12-лерде примерно. Полный наркоз алып операцияға жатам. Қандай операция дейтін болсаңыздар, мұрныма жасатам операция. Ол жерде біріншіден былай әңгіме былай шыққан. Менің мұрнымда аденоид бар деп бұрын бір лор врач айтып кеткен. И соны мен осы жол қолға алайын құрсын деп негізінде операция жасату керек болған. Ол бір жыл өтіп кетті одан кейін, и мұрным последнее время асқынып кеткенін байқадым. И мен постоянно спрей сеуіп жүремін. Әйтеуір постоянно сондай бірдеңе мұрным бітеліп, до конца демаламай қиналатыным бар негізі. И соның бәрін емдетейін деп бір неге барып қаралдым врачқа. И ол жерде менің мұрнымды емдеп қана қоймай, жаңағыда аденоид басқасын емдеп қана қоймай, мұрнымның мен баяғыдан бері байқайтында, енді көбісі айтады ғой негізі, мұрным кішкене мына жағы жалпақтау, и плюс менің мұрным мына жағы кәдімгідей төмен тұрады. Жалпақтау тұрады мына жағы. Мен қыр мұрын қыздарға көрмесе, қыр мұрынды қыз көрмесе кәдімгідей ұнайды маған ше, күшті көзқараспен қарайды. Мә әдемі сынай мұрын деген сияқты. И менде ой болды, неге сразу бірден мұрнымды да жаңағыдай формасын дұрыстап алмасқа деген сияқты ой болды менде. И енді ертең Құдай қаласа сол операцияға жатайын деп жатырмын. Заодно аденоидті кетірем, заодно мұрнымның формасын дұрыстайтын боламыз. Сол үшін маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Пока жаңалық сол. Адам деген ар жаққа барып жақпай ма, несін? Мен туған күнім ғой, короче. Көзім жетайын. Короче, менің сізге подарком. Қуасың ба? Не болады? Ал Сәддәулет, келіп қапсыз. Қош көрдік. Я келіп қалдық, ассалаумалейкум. Біздің қызды ұнатып қалдыңыз. Ұнатып қалдық, ассалаумалейкум. Қалайсыз жалпы? Қандай жаңалық бар? Аллаға шүкір, бәрі жақсы, аман есен, өздеріңіз қалайсыздар? Біз жақсы. Сіз қашаннан бері қызды ұнатып қалдыңыз? Өтірік айтпаймын, бір жарым апта бұрын ба, көргем. Эфирдің басталған уақытында көрдім. Одан кейін сол TikTok-тан көріп тұрам, қайта. Содан шыға берді. Сосын сәл ұнатып қалдым. Ал ағаларын көрдіңіз ба? Ағаларын көрдім, иә. Ағалар ұнамайды кішкене. Ұнамай тұр ма? Өзіңіз сыртта бір сөйлесетініңіз бар сияқты. Айдағым ол енді арамызға түспеді. Әлде сіз араға түсіп отырсыз ба? Қойыңыз, мен орындық бос тұр ғой, өзіммен өзім айран ішеді. Ол үміткер күтіп отқан қыз дейсіз ғой? Болмаса айту керек, үміткер күтпейміз. Сезім шынайы? Шынайы.